Ассаламу алейкум, мінсіз дөңгелек форма жасаймыз. Ол үшін осындай трикотаж жібін алып, қолымыздан екі қайтара айналдырамыз. Және де ілгекті сол жіптің біріншісінен өткізіп, негізгі жіпті іліп алып, бірінші қатарымызды қалыптастырамыз. Дәл осылай дөңгелектің ортасынан ілгекті кіргізе отырып, видеода көрсетілгендей етіп 6 рет тоқимыз. Алты рет тоқып алдық. Енді қысқа жіптен тартып, алғашқы дөңгелек формамызды қалыптастырдық. Енді қатарды бастапқысымен соңын бір-біріне қалай бекітеміз, байлаймыз, яғни мұқият қараймыз. Бастапқы қатардағы үстіңгі екі жіптен ілгекті өткіземіз, және де аяқтаушы қатардағы негізгі жіпті ілгекке іліп ала отырып, сол бөліктен кері шығарамыз. Осы шығарылған жіпті кішкене ұзартып алып, шығарған бойда айналдырамыз, және де арттағы қысқа жіпті бірінші шығарып аламыз да негізгі жіптен тартамыз. Әрбір қатардың соңын дәл осылай бір-бірімен байланыстыратын боламыз. Мұқият қарап алыңыздар. Бисмиллах деп екінші қатарымызды бастаймыз. Ол үшін негізгі жіптің шыққан тұсынан мұқият қараңыздар. Екі аралықтағы біріккен тұстан ілгекті кіргіземіз, және де негізгі жіпті іліп аламыз. Қайтадан дәл осы галочка шыққан жерден екінші рет ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіптен шығарып, осындай бір галочкадан екі галочка шығарамыз. Әрбір қатар екі еселенеді, яғни бірінші қатарда біз 6 галочка шығарсақ, екінші қатарда барлығы 12 галочка шығады. Артқы бөлігінен қарағанда осындай екі жіптің ортасынан шықсын ілгектеріңіз, міндетті түрде мұқият қараңыздар. Сол кезде галочкаларыңыз сүйкімді болып, бірінің ішінен бірі шығып тұратын болады. Мінекей, шығардық. Бірінші галочка бұл бізде. Дәл осы тұстан қайтадан екінші галочканы шығарамыз. 2. Келесі қатарда да тап солай үстіңгі жағынан қарағанда екі жіптің біріккен жерінен ілгекті кіргіземіз. Артқы бөлігінде түйіннің астындағы екі жіптің ортасынан ілгекті шығарамыз. Осылайша әрбір қатардан екі галочкадан бар жоғы 12 қатар қалыптастырамыз. Екінші қатарымызды тоқып болдық. Енді осы ортадағы тесікті білінбей қалуы үшін артқы қысқа жіптен мұқтап тартамыз.
Сол кезде ешқандай да ашық тұрған бөлік қалмады. Үшінші қатарды тоқу барысында осы қысқа жіпті аралықтан өткізіп жіберіп бірге тоқитын боламыз. Енді мұқият қараңыздар. Осы үшінші қатардан бастап өздеріңіз қалағанша үлкен формаға дейін бір ғана тоқу ережесі бар. Мұқият қараймыз. Астыңғы қатардағы әрбір екі галочканың біріншісінен екі галочка шығарамыз, екіншісінен бір галочка шығарамыз. Мұқият қараңыздар. Негізгі жіптің аяқталған тұрған тұсынан ілгекті кіргіземіз, яғни астыңғы қатардағы екі галочканың біріншісінен кіргіздік. Негізгі жіпті іліп алып, бірінші галочканы шығардық. Тап сол жерден қайтадан екінші галочканың шығарып алдық. Астыңғы қатардағы екі галочканың алғашқысы. Енді екіншісінен жеке бір галочка шығарамыз. Мұқият болыңыздар. Жеке бір галочка. Келесіде де тап солай. Қараңыздар, екінші қатардағы екі еселенген галочканың алғашқысынан екі галочка шығарамыз. Бірінші галочка. Тап сол жерден екінші галочка. Екінші қатардағы екі еселенген галочканың алғашқысынан екеу шығардық, екіншісінен біреу шығарамыз. Үшінші, төртінші, бесінші қатарларды үлкейтіп тоқыған кезде жеке тоқитын галочкалардың саны артады. Яғни біз қазір төртінші қатарды тоқыған кезде үшінші қатардағы екі еселенген галочканың алғашқысын екі еселейміз және де жеке-жеке бір, екі галочка тоқимыз. Ал бесінші қатарда, төртінші қатардағы әрбір екі еселенген галочканың алғашқысынан екі галочка шығарып, жеке-жеке үш галочка тоқитын боламыз. Сол секілді 6-шы, 7-ші, 8-ші қатарларда да жеке тоқитын галочкалардың саны 4, 5, 6 болып артып отырады. Үшінші қатарымыздың соңғы екі галочкасын тоқыдық, яғни 2, жеке 1. Енді қатарды бір-бірімен әдеттегідей байланыстырамыз. Қараңыздар, сіздерге түсінікті болу үшін тоқылған бөліктерді көрсете отырып қайталап айтамын. Мұқият қараңыздар. Бірінші қатарда бізде мінекей бір-бірден 6 галочка тоқыдық. Екінші қатарда сол 6 галочканы 2 еселеп 12 галочка тоқыдық. Үшінші қатарда 2 еселенген галочканың алғашқысынан екеу, екіншісінен біреу. Алғашқысынан екеу, екіншісінен біреу. Қараңыздар, алғашқысынан екеу, екіншісінен біреу. Ал енді төртінші қатарда үшінші қатарға қарап отырып тоқитын боламыз. Мінекей, негізгі жіптің шығып тұрған тұсынан астыңғы, яғни үшінші қатардағы екі еселенген галочканың алғашқысынан екі галочка шығарамыз. Бір, тап сол тұстан қайтадан кіргізіп, екінші галочканы шығардық. Енді жеке бір, жеке екі галочка тоқимыз. Жеке бірінші галочка, жеке екінші галочка. Қайталап айтамын. Үшінші қатардағы екі еселенген галочканың алғашқысынан екеу, қалғанынан жеке-жеке екеу. Мінекей. Қараңыздар, екі еселенген галочка, біріншісінен екеу, жеке-жеке бір, екі галочка. Бастаймыз. Алғашқысынан бірінші галочка, дәл сол тұстан қайтадан екінші галочканы шығардық. Жеке бірінші галочка, жеке екінші галочка.
Қайтадан екі еселенген галочканың алғашқысынан 1, дәл сол тұстан екінші галочка, жеке 1, жеке екінші галочка. Дәл осылай қайталап отырып, төртінші қатарды аяқтаймыз. Бесінші қатарымызды бастаймыз. Төртінші қатардағы екі еселенген галочканың алғашқысынан ілгекті өткізіп аламыз. Бірінші галочкамызды шығардық. Тап сол тұстан екінші галочкамызды шығарамыз. Және де жеке 3 галочка тоқимыз. Жеке 1, жеке 2, жеке 3. Байқасаңыздар, жеке тоқылатын галочкалардың саны артып келе жатыр бағана айтқанымдай. Мінекей қараңыздар. Төртінші қатардағы екі еселенген галочканың алғашқысынан 2 галочка және жеке 3 галочка шығардық. Қайталап айтам, төртінші қатардағы екі еселенген галочканың алғашқысынан 2, жеке 1, 2, 3 галочка тоқимыз. Мұқият қараңыздар. Екі еселенген галочканың алғашқысынан бірінші галочка, дәл сол тұстан екінші галочканы шығарамыз. Және де жеке 1, жеке 2, жеке 3. Алтыншы қатарымызда жеке тоқылатын галочкалардың саны 4 болады. Жетінші қатарымызда жеке тоқылатын галочканың саны 5 болады. 8-ші қатарда 6, 9-ші қатарда 7. Осылайша жеке тоқылатын қатарлардың саны формаңыз үлкейген сайын ол да үлкейіп отырады. Ең бастысы, астыңғы қатардағы екі еселенген галочканың бірінші галочкасынан 2 галочка шығаруды ұмытпасаңыз, сізде ең әдемі дөңгелек форма пайда болады. Осылайша тоқи отырып, өзіңізге қажетті формаға жетесіз. Мінекей, мен өзіме қажетті форманы тоқып алдым. Сіздер бұдан да үлкен етіп тоқсаңыздар болады. Ал енді осы дөңгелек форманың жиегін қалай бекітпе тігісімен тігеміз. Осыны түсіндіріп өтейін. Үстіңгі қатардағы, мінекей қараңыздар,
екі жіптің ортасынан ілгекті өткізіп негізгі жіпті іліп аламыз, және де кейінгі қатардағы ілгекті кіргізіп, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Келесі қатардағы екі жіптің ортасына ілгекті өткіздім, ілгектің бойындағы жіптен негізгі жіпті өткіздім. Осылай қайталай берсеңіздер, жиектеме, бекітпе тігісі пайда болады. Қатардың соңын қалай аяқтау керектігін айтатын боламын. Сіздер мұқият тоқып шығыңыздар. Жиектеме тігісінің соңғы тігістерін тігіп жатырмыз. Бізге осы орайда трикотаж жібі өтетіндей ине қажет болады, бірақ ол маңызды емес. Егер сізде ондай ине болмаса, осы ілгектің көмегімен жасасаңыз да болады. Қажетті мөлшердегі жібімізді қиып аламыз, және де оны сол тұстан шығып тұрған тұсынан тартып шығарамыз. Енді ілгекпен барынша өткізуге тырысыңыздар, инелеріңіз болмаса. Егер инелеріңіз болса, әрине тіптен жақсы. Осы жіпті иненің бойынан өткіземіз. Және де бекітпе тігісі басталған ең алғашқы мінекей жанында тұрған екі жіптен инемізді өткізіп, жіпті тартып шығарамыз. Және де аяқтаушы тұстағы негізгі жіптің шыққан бөлігіне қайтадан инені кіргізіп, артқа қарай тартып шығарамыз. Артқы бөлігіне қарай. Сол кезде біздің бекітпе тігісіміз ешқандай да жалғанғандығы байқалмай қалады. Бір келкі болып тоқылған секілді. Мінекей. Осындай әдемі болып шықты. Енді артқы тұстағы артық тұрған жіпті тоқылған бөліктердің арасынан ілгекпен өткізіп, байлап қойсаңыз болады. Дөңгелек формамыз дайын болды. Сау болыңыздар.